Барлықтарыңызға сәлем оқушылар. Бүгін біз сіздермен English Plus 9-шы сынып Students Book 8-ші тарау 95-ші беттегі жаттығуларды орындайтын боламыз. Exercise 1. Complete the sentences, then complete the rules with the correct form of will and be going to find more examples in the text. Бұл жерде сөйлемге will немесе be going to қойып шығу керекпіз. Тапсырманы орындамастан бұрын астындағы rules'ты толтырып шығайық. Ал кеттік, біз қолданамыз when we talk about predictions about the future, especially after I'm sure and I don't think. Біз болашақ туралы, болжамдар туралы сөйлескен кезімізде қолданамыз. Әсіресе мен сенімдімін және мен ойламаймын олай. Міне осы сөздерден кейін қолданамыз will'ды. Яғни will'ды біз predictions дегеніміз болжам, about the future болашаққа қатысты болжамдар туралы айтқан кезімізде will'ды қолданады екенбіз. Сөйлемге соны қоямыз. Ары қарай we use when we talk about plans and the intentions. Жоспарлар туралы және intentions дегеніміз біздің ниеттеріміз, ниеттер туралы айтқан кезімізде be going to қолданады екенбіз. Келесі we use when we make predictions based on something we can see now. Біз қазір көріп тұрған нәрсе туралы болжам жасаған кезімізде де біз be going to қолданады екенбіз. Осылай ережені толтырып алайық және осы ережеге сүйене отырып тапсырманы орындайды екенбіз. Тағы да бір рет қайталап өтейік. Will'ды біз қолданамыз болашақ туралы болжамдарды айтқан кезімізде. Be going to қолданамыз жоспарлар мен ниеттер туралы айтқан кезімізде және қазір көріп тұрған нәрсеге болжам жасаған кезімізде. Мысалы, біз қазір көріп тұрамыз, күн бұлттанып жатыр. Және сіз болжам жасайсыз, жаңбыр жауайын деп тұрған секілді деп, жаңбыр жауайын деп жатыр. Міне, сол кезде осы be going to қолданады екенбіз. Ал тапсырмаға қарайық. Біріншісіне I'm sure you. Жаңа айтып өттік, I'm sure, мен сенімдімін деп айтқан кезімізде, міне I'm sure немесе I don't think. Осы сөздерден кейін біз қолданады екенбіз will деп айттық. Жаңа сол себептен мына жерге will қоямыз. I'm sure you will have a great holiday. Мен сенімдімін демалысыңызды жақсы өткізетіндігіңізге. Міне осылай шығады екен. Яғни біз болашаққа қатысты не істеп тұрмыз? Болжам жасап тұрмыз. Мен сенімдімін, жақсы өткізесіз деп болжап отырмыз. Бірақ біз нақты айтып тұрған жоқпыз, Ары қарай you бұл жерге қоямыз won't need skiing gear at the beach. Жағажайда шаңғымен сырғанау керек емес. Яғни бұл жерде де біз болашаққа қатысты айтып отырмыз. Сол себептен will'ды қоямыз, бірақ керек емес болып тұрғандықтан бұл жерде біз negative sentence'ға қоямыз болымсыз сөйлемге. Сол себептен won't болады екен. Will мен not'тың қысқартылған түрі won't. Ары қарай we are going to stay at the hotel for 1 week. Бұл жерде қалай аударылады сөйлем? Біз қонақ үйде бір апта боламыз. Яғни жаңа айтып өттік ережесін. Біз қолданамыз be going to when we talk about plans. Яғни өзіміздің жоспарларымыз туралы айтқан кезімізде қолданамыз едік. Және бұл жерде біз жоспар айтып тұрмыз. Біз қонақ үйде бір апта боламыз. Біз жоспарлап отырмыз алдын ала. Сол себептен де біз ол жерге қойдық be going to. Және де мына жерде айта кететін нәрсе, be дегеніміз ол кәдімгі to be етістіктері. I мен қолданылады am, you мен қолданылады are, he, she, it пен қолданылады is деген секілді. Мына осыларды қойып шығады екенбіз. Мына жерде бізде we тұрғандықтан нені қойдық? Әрине are-ны қойған екенбіз. Ары қарай бізде сұраулы сөйлем екен. Бұл жерге қояды екенбіз be going to. Және бұл жерде сұраулы сөйлем болғандықтан бірінші бізде to be етістігі қойылады. Мына жерге ары қарай going to қолданады. What are you going to do on the first day? Бірінші күні не істейсің дейді. Яғни бұл жерде де болашаққа қатысты жоспарларын біз біліп отыр екенбіз. Ары қарай Look, the train is leaving. You are going to miss it. Қара, пойыз кетіп бара жатыр. Сен оны жіберіп аласың. Қараңыздар, бұл жерде қара деп тұр, жаңа айтып өттік. Біз be going to қолданамыз when we make predictions based on something we can see now. Яғни be going to қолданамыз қазір көріп тұрған нәрсеге негізделген болжам жасаған кезде. Яғни біз
қара, поезд кетіп бара жатыр деп қазір болып жатыр бұл нәрсе, және біз соған қатысты болжам жасап жатырмыз. Кетіп бара жатыр, сен жаңағы жіберіп аласың, иә. Міне, осы ережелерге сай біз сөйлемдерді толтырып шықтық. Әдеттегідей оң жақта жауаптары берілген. Осы жерден жазып алсаңыздар болады. Exercise 2. Complete the sentences with affirmative and negative forms of will and be going to, and which sentences are plans and which are predictions. Бізде сөйлемдер берілген, осы сөйлемдерді хабарлы және де болымсыз сөйлемдерге қойып шығу керек екенбіз, және қай сөйлемімізде prediction болжам, қай сөйлемімізде жоспар план екендігін анықтау керек екенбіз. Біріншіден бастайық. She's very sensible. I know she won't forget her train ticket. Ал аударайық. Ол өте sensible, ол өте ақылды, саналы деп аударсақ болады. Мен оның пойыз билетін ұмытпайтынын білемін. Бұл жерде prediction, болжам, ұмытпайды деп болжам жасап отырмыз сырттан ол адам туралы. Сол себептен де бұл жерге қойдық біз will'ды, бірақ бұл жерде ұмытпайды деп айтып отырғандықтан болымсыз негатив сөйлем болып тұр, сондықтан да біз won't-ты қойдық. Ары қарай, we haven't got much money, so we've decided that we aren't going to have a holiday this year. Бұл сөйлем бізде план, жоспар және аударылады. Бізде көп ақша жоқ, сондықтан біз биылғы жылы демалыс өткізбейміз деп шештік. Яғни бұлар болашаққа қатысты не істеп тұр? Жоспар құрып тұр. План дейміз. Сол себептен де бұл жерге қойдық be going to-ді. Ары қарай үшке қоймыз. Are you going to stay in a luxury hotel? Сіз люкс қонақ үйде тұрғыңыз келеді ме? Міне, яғни тұрайын деп жатырсыз ба дегендей мағынада беріп тұр. Бұл жерде де бізде план, жоспар, сол себептен де be going to-ді қолдандық. Ары қарай, be careful, you are going to spill your drink. Абайла, сіз сусыныңызды төгесіз. Яғни бұл жерде де біз be careful не істеп тұрмыз? Қазір көріп тұрмыз, иә? Жаңа айтып өткендей, ережені тағы да бір рет қайталап өтейін. Біз қазір көріп тұрған нәрсеге негізделген болжам жасағанда be going to-ді пайдаланамыз деп айтқан болатынбыз жаңа ережеде. Сол себептен де бұл жерге біз be going to-ді қолдандық. Ары қарай, it isn't a luxury hotel, so I don't think it will have a big swimming pool. Бұл люкс қонақ үй емес, сондықтан оның үлкен бассейні болмайды деп ойлаймын. Бұл жерде де бізде бесінші сөйлемде де prediction болғандықтан және де бұл жерде жалпы болашаққа қатысты айтып отырмыз, иә? Жаңа айтып өткеніміздей, болашақ туралы болжамдарды айтқан кезімізде will'ды қолданамыз дедік. Ары қарай, the holiday was terrible. I've complained to the travel agent and we are going to get our money back. Мереке өте жаман болды. Мен турагенттікке шағымдандым. Ақшамызды қайтарып алмақпыз. Бұл жерге be going to-ді қолдық. Және де бұл бізде prediction сөйлем болады. Ары қарай, I think they will build hotels in space one day. Бір күні ғарышқа қонақ үйлер салады деп ойлаймын. Бұл жерде I think, I don't think тұрғандықтан біз will'ды қоямыз біріншіден, және екіншіден бұл сөйлем бізде prediction сөйлем екен. Ары қарай. Exercise 3. Complete the questions with will or be going to, then ask and answer with a partner. Бұл жерде бізде сөздер берілген. Осы сөздерді біз құрап, және де will немесе be going to-ды қосып, толық сөйлем жасау керек екенбіз. Біріншісіне бізде people have space holidays in my lifetime деген сөздер берген екен, және сұралы сөйлем жаса дейді. Бірден жауаптарын оқып өтейін, және аударып кетейік. Will people have space holidays in my lifetime? Менің өмірімде адамдардың ғарыштық жаңағы демалыстары болады ма? дейді. Is your family going to go camping in the holidays? Сіздің отбасыңыз демалыста лагерге барады ма? In our class going to go on a day trip soon. Жақында біздің сынып бір күндік саяхатқа барады.
барады ма, жақында барады ма? Are you going to visit the USA next year? Келесі жылы ақш-қа барасың ба? Are you going to travel around the world in the few years time? Бірнеше жылдан кейін әлемді аралайсың ба? Are you going to travel around? Оны оқыдық. Will you buy a private jet one day? Бір күні сіз жеке ұшақ сатып аласыз ба? Will people travel to other planets soon? Адамдар жақын арада басқа планеталарға саяхаттайды ма? Міне осындай бізде сөйлемдер шыққан екен, және осы сөйлемдерді сіздер сұраулы сөйлемдерді сыныптастарыңыздан сұрайсыздар, жауаптарын біледі екенсіздер. Next, exercise 4. Activate. Write down 3 things you plan to do after school today and the 3 things you think you will do in the future. Then work in pairs and interview your partner. Find out about their plans and the predictions. Бүгін сабақтан кейін жоспарлаған 3 нәрсе және болашақта жасайтын 3 нәрсе туралы жазуыңыз керек екен. Және содан кейін жұппен жұмыс істеп, серіктесіңізбен сұхбаттасасыз, және олардың жоспарлары мен болжамдары туралы кішігірім айтып тұр, summary жаз деп тұр. Write a summary of your interview in exercise 4. Ал бастайық. Бірінші жазу керексіз, сабақтан кейін жоспарларыңыз не істейсіз? 3 things I plan to do after school today. Бірінші бізде I'm going to do my homework. Next, I'm going to meet my friend at the park. And I'm going to watch a movie with my family. Мен қандай бізде жоспарлар құрдық, яғни мен үй тапсырмасын орындаймын, мен досыммен саябақта кездесуге барамын, және мен отбасыммен кино көрейін деп жатырмын. Ары қарай 3 things I think I will do in the future. Яғни болашақта жасайтын 3 нәрсе. First one, I think I will travel to another country. I think I will learn a new language and I think I will have a great job. Мен ойлаймын, болашақта басқа елге саяхаттаймын деп ойлаймын, жаңа тіл үйренемін деп ойлаймын, және мен керемет жұмыс табамын деп ойлаймын. Міне осылай жазып шықсаңыздар болады. Келесі бізге айтып отыр, write a summary of your interview. Яғни басқа сыныптастарыңыздан болашаққа қатысты жоспарларын, болжамдарын сұрайсыздар, және соған қатысты кішігірім summary жазады екенсіздер, сұхбаттың қорытындысын. Енді сыныптастарыңыз қалай жауап беретіндігін білмеймін, бірақ шамамен осылай жауап беретін шығар деп мына жерге summary жазып қойдым. Осы жерден өздеріңізге жауап ретінде алсаңыздар болады. I talked to my partner about their plans and the future predictions. After school, they are going to study, go shopping, and play football. In the future, they think they will go to university, buy a car, and visit the USA. We both have some similar ideas about the future. Яғни мен серіктесіммен, сыныптасыммен олардың жоспарлары мен болашаққа қатысты болжамдары туралы сөйлестім. Сабақтан кейін олар сабақ оқиды, дүкен аралайды, футбол ойнайды. Ал болашақта олар университетке түсіп, көлік сатып алып, ақш-қа барамыз деп ойлайды. Және екеуміздің болашақ туралы ойларымыз ұқсас. Міне осылай кішігірім интервьюға қатысты summary жазып шықтық. Жауаптарын осылай жазсаңыздар болады, немесе өзгертемін десеңіздер де өзгертсеңіздер болады. Біз сіздермен тапсырмалардың барлығын аяқтадық. Келесі кездескенше сау болыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.